Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 48-ші сабақ. Тақырыбымыз нені үйрендім. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Балалар, яғни нені үйрендім? Жазба жұмысы. Шетелдік қонақтарға Астананы таныстыру мәтінін құрастыр. Тақырыбы менің Астанам. Жоспары Астананың тарихы 1-ші, 2-ші құлпырған Астанам, 3-ші бас қаламмен мақтанамын. Ал енді балалар, суретке назар аударайық. Яғни 1-ші суретте берілген суреттерді жазба жұмысыңда пайдалан деген. Яғни бұл ескі Астана деп жазылып тұр, балалар, суреттен көріп тұрсыздар. Яғни балалар, қазір осы суретті жазба жұмысымызға пайдаланамыз. Бұл ескі Астананың суреті. Астана, бас қала деген сөздерді де біз мәтінге қолданамыз. 2-ші жаңа Астананың суреті. Бұндағы сөздер құрылыс, ғимарат сөздерінде біз қазір мәтінге құрастырып, осындай сөздерді жазба жұмысымызға алатын боламыз. Ал енді балалар, жаңа Астананы көрдік, ескі Астананы да көрдік. Ал енді тақырыбымызды қойып, мәтінімізге назар аударайық. Тақырыбын менің Астанам деп алдық. Астана, Қазақстан Республикасының астанасы. 1997 жылғы 10 желтоқсаннан бастап Астана статусына ие болды. Президенттің 1997-98 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмола атауы Астана атауы болып өзгертілді. Басқа қалалардан ерекшелігі, мұнда әдемі, зәулім үйлер, Есіл өзенінің жанында орналасқан үкімет пен парламентке арналған әкімшілік ғимараттары, хан шатыры, мәдениет сарайлары, спорт кешендері, өмір өзені атты су бұрқақтары, конгресс-холл, театрлар мен Абай мен Кенесары атамыздың ескерткіштері, Бәйтерек монументі, көшедегі гүлзарлар мен алаңдары да өте керемет үйлесімін тапқан. Астана, Сарыарқаның төрінде орналасқан қала. Астана, Қазақстанның жүрегі. Мен оны әрдайым мақтанышпен әсем қала Астанам деп атаймын. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.